Армысыздар, құрметті қазақ елі, сіздерді өз арнамда көргеніме қуаныштымын. Мысалы, мына көрші отырған Ресей мемлекеті мен Қазақстанның арасында керемет байланыс орнап отыр дегенімізбен, біздің кейбір тұлғаларымыздың Ресейге кіруіне тыйым салынған. Сол сияқты Ресейдегі белгілі бір тұлғаларға Қазақстанға кіруге тыйым салынған, яғни персона нон грата деп аталады. Енді әрине көпшілік ойды ашық айтып жүрген, қоғамдық ортада белсенді жүрген адамдардың Ресей туралы айтқан кейбір пікірлері Кремльге ұнамайтын айтпаса да түсінікті. Ал қазақстандық кейбір азаматтардың, соның ішінде мәжілісте отырған депутаттардың, былайша айтқанда биліктің бір тармағын ұстап отырған адамдардың Ресейге кіруге тыйым салынғандығы бүкіл елді қайран қалдырып отыр. Мысалы, Deutsche Welle ақпарат құралының хабарлауына қарағанда, Ресей мен Қазақстанда осындай тұлғалар бар. Бір-біріне кіруге тыйым салынған. Және ол жаңағы тұлғалар халықтың алдында жүрген адамдар. Мысалы, санамалап тұрып айтып берсек, мысалы, Ресейге Қазақстанның мына тұлғаларына кіруге тыйым салынған. Олар белгілі қоғамның алдында жүрген қоғам белсендісі Мұхтар Тайжан, Тоғжан Қожалы, Димаш Әлжан, Досым Сәтбаев, яғни саясаттанушы. Сонымен қатар бұл тізімде Қазақстан Республикасы парламент мәжілісінде отырған Айдос Сарым және Ермұрат Бапи ағаларымыз да бар екен. Ресейге кіруге тыйым салынған бұл адамдарға, Deutsche Welle ақпарат құралының хабарына қарағанда. Ал енді Қазақстанға кіруге тыйым салынған мемлекеттік дума депутаттар бар, ресейлік. Және бұл жалғыз депутаттар ғана емес, қоғамның алдында жүрген ресейліктерге де Қазақстан туралы айтқан пікірлеріне байланысты Қазақстанға кіруге тыйым салынған көрінеді. Ол тізімде мыналар бар: Тина Канделаки, Тигран Киосаян, Александр Дукин, Никита Менткович, мемлекеттік дума депутаттары Евгений Федоров, Вячеслав Никонов, Петр Толстой сияқты тұлғаларға Қазақстанға кіруге тыйым салынған көрінеді. Ал жалпы Мұхтар Тайжан және Досым Сәтбаев сияқты мысалы қоғамдық ортада өз пікірін ашық айтып жүргендердің Ресейге кіруге тыйым салынғандығы енді логикаға келетіндей. Ал Айдос Сарым мен Ермұрат Бапи, бұлар қазіргі кезде мәжілістің депутаттары. Бұл адамдарға да Ресейге кіруге тыйым салынғандығын немен түсіндіруге болады? Олар Ресейге қандай ұнамайтын нәрсе айтып қойды екен?